Бисмилла, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін үй жағдайында тез дайындалатын нан дайындайтын боламын. Егерде үйіңізде нан болмайтын болса, аяқ астынан қонақ келіп қалатын болса, осындай нан жасап жіберсеңіз болады. Тез дайындалады және оп-оңай рецепт. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, міндетті түрде біздің рецептпен өте әдемі, өте жұмсақ болып шығады. Ең алдымен бір ыдысқа мен жылы су, жылы сүт және тұз, дрожж салатын боламын. Ол дрожж салғанша біз келесі салмасын дайындайтын боламыз. 2 жұмыртқаның ағын 2 бөлікке бөліп, енді мына көтеріліп тұрған дрожжымызға ұнымызды, осы жұмыртқаның ағын, сосын мен алдын ала сары майды ертіп алдым. Осының барлығын жақсылап салып, жұмсақ тесті илеп дайындайтын боламыз. Енді біз жұмсақ тесті илеп болғаннан кейін біз холодильникке 30 минуттай қоямыз. Содан кейін біз нанымызды дөңгелектеп осылай ертілген сары майға бетіне жағып дайындай береміз. Келесі бетінде осылай саламыз, екінші қабатын. Оның да үстін сары маймен жақсылап жағып шығамыз бетін. Содан кейін барып дөңгелектеп орап, осыны мен холодильникке 30 минут аралығында қойдым, пакетке салып. Енді кезекте біздің 30 минут тұрды. Енді осыны мен бөліктерге бөліп, дөңгелекке бөліп, осыны табада пісіріп ала береміз. Жасау жолы өте қарапайым және оңай. Біздің нанымыз өте жұмсақ болып шықты. Айтпақшы қыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, міндетті түрде тіркеліп қараңыздар. Сосын осы видеоға қатысты өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сондықтан пікір жазуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша бөліктерге бөліп пісіріп ала бересіздер. Мен осылай бөліктерге бөліп, кішілеу етіп, жұқа етіп пісіріп алдым. Өте жұмсақ болып шықты. Мен қызып тұрған 180 градусқа 15 минут және 20 минут аралығында пісіріп алдым. Айтпақшы, манағы 2 бөлікке бөлген жұмыртқамыздың енді сары бөлігін үстіне кішкене сүт құйып, осылай бетіне жақсаңыздар, біздің нанымыз өте жылтырап, әдемі болып шығатын болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Және де менің каналымда әртүрлі пирогтардың рецептілері бар. Каналға өтіп қарай берсеңіз болады. Міне дайын болып қалды, беті жылтырап, әдемі болып, өте жұмсақ болып шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлжайнар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет.